Қайырлы күн оқушылар, сіздермен бірге Айың апайларыңыз, мен сіздермен қазір толыққанды курс жүйесін таныстыратын боламын. Жалпы бізде курсқа тіркелгеннен кейін ең бірінші сатыда біз сіздерге математикалық курс береміз, яғни математикадан сіздер деңгейлеріңізді дұрыстайсыздар. Өйткені кейбір оқушылар химияны түсінбейді, себебі математиканы түсінбегеннен кейін, сіздер енді карантин кезінде оқығаннан кейін химиядан, математикадан деңгейлеріңіз төменірек болады. Сондықтан біз не істейміз? Бірінші химияға қажетті математиканың деңгейін көтеретін сабақтар береміз, сіздер сол сабақтарды көретін боласыздар. Одан кейін бізде жаттау техникаларына арналған курс беріледі. Ол жерде яғни сіздер белгілі бір техникаларды үйренесіздер, ол тәсілдерді қолдана аласыздар. Яғни бізде жалпы ұбт-да келетін химияның жалпы 70% ол теория, 30% есеп. Сол үшін бізде жаттау техникаларына арналған курс беріледі. Одан кейін бізде үшінші сатыда мінез құлықты анықтауға арналған тест беріледі. Ол енді кураторға керек, сол үшін бізде алынады. Одан кейін төртінші сатыда бізде куратормен және де мұғаліммен таныстыру мақсатында таныстыру сабағы болады, яғни ең соңынан тікелей эфирде өтілетін сабақ. Алдындағы үш нәрсені сіздер өздеріңіз жасайсыздар. Одан кейін бізде жалпы курс жүйесіне келетін болсақ, бізде арнайы платформа бар. Сол платформаға кіресіздер, оған сіздер жаңағы арнайы ссылкамен кіресіздер, кіргеннен кейін ол бізде яғни ноутбукқа да телефонға да қосуға болады. Одан кейін бізде аптасына 3 рет сабақ салынады платформаға. 3 сабақты сіздер платформадан көресіздер. 3 сабақтың 3 бірдей үй жұмысы беріледі. Бізде үй жұмысының өзі ретте жасалады, яғни теориядан да тұрады, одан кейін есептен де тұрады. Біз зачет файлын береміз деп үй жұмысына теорияны қоспай қоймаймыз. Бізде үй жұмысына міндетті түрде яғни теория болады. Сіздер теориялық сұрақтарға да жауап бересіздер, одан кейін бізде практика өте көп, яғни үй жұмысының саны көп. Сол үшін сіздерде яғни прогресс жақсы болады. Практика көп болғаннан кейін бізде яғни үй жұмыстарында ұбт-да келген нақты сұрақтар қойылады. Нақты слифтарды біз үй жұмысын жасаймыз, яғни үй жұмысында слифтармен жұмыс жасағаннан кейін сіздерде прогресс өте жақсы болады. Көбінесе маған тіркелген оқушылардың көбісі 1 айда, 2 айда жақсы прогресс жасап жатады. 1 жыл басқа курста оқып келсе де, менде 2 айға тіркеліп, мысалы, жақсы прогресс жасайтын оқушылар өте көп болды биыл. Оның себебі осы, яғни слифтармен жұмыс жасағанның арқасында. Одан кейін бізде аптасына 3 рет жаңағы қатемен жұмыс сабақ салынады. Үй жұмысын жасайсыздар, үй жұмысынан түсінбеген сұрақтарыңыз болатын болса, қатемен жұмыс сабағын көріп, сонымен жалпы жұмыс жасайтын боласыздар. Яғни сұрақтардың жауабын содан аласыздар, немесе куратордан аласыздар. Одан кейін бізде жалпы 3 сабақтың 3 бірдей зачеті болады. Зачет бізде 3 түрлі форматта өткізіледі. Бірінші зачет бізде база тапсыру, арнайы база беріледі, яғни кітапша түрінде. Соны сіздер не істейсіздер? Жаттайсыздар, жаттап кураторға тапсырасыздар, көзді жұмып қойып. Одан кейін бізде реакция және де есеп бойынша зачет болады. Өйткені теорияға ғана фокус бөлініп, есеп қалып кетпейді. Бізде реакцияда және есеп бойынша да зачет болып отырады. Одан кейін бізде үшінші зачет ауызша, яғни кітап бойынша болады. Сіздер арнайы кітап талдау салынады платформаға, ол тоже бізде дайын форматта беріледі. Аптасына 3 ретте бекітеміз, бірақ егер есеп тақырыптары болса, оған біз кітап талдау бермейміз. Өйткені ол жерде мысалы жаттайтын информация болмайды. Теориялық сабақтардың барлығына кітап талдау береміз. Кітап талдауды сіздер платформада көресіздер, көргеннен кейін соның зачет файлын жаттайсыздар. Арнайы зачет файл беріледі. Сосын оның зачетін тапсырасыздар. Одан кейін бізде аптасына 2 рет практикалық сабақ өтіледі. Практикалық сабақта біз нақты бір есептерді талдаймыз, яғни саны бізде 40 болады. Соны Zoom-да немесе Google Meet-та кіріп жалпылама есептер шығаратын боламыз. Оны мұғалім талдайды, сіздер просто кіресіздер. Одан кейін бізде аптасына 3 рет кітап талдау болатындығын жаңа айттым, ол дайын форматта беріледі. Практикалық сабақ бізде Zoom-да болады. Одан кейін бізде 2 аптада 1 рет кураторлық сағат болады. Кураторлық сағат, яғни белгілі бір пайдалы кеңестер береді. Немесе мысалы нағыз ұбт кезінде қалай қобалжымау керек, қалай тапсыру керек, қандай пәндерге көңіл бөлу керек, қай пәннен бірінші бастау керек, одан кейін қанша балл алдың, мысалы соған байланысты қай универге түсуге болады деген сияқты жалпы кеңестерін беретін болады. 2 аптада 1 рет бізде пробный болады. Яғни 50 балдық жүйеден тұрады. Сағат жексенбі күні 12-де, мейлінше сондай уақыттарда тапсырасыздар. Яғни пробныйда сіздерге нақты бір 50 балдық жүйемен ұбт-да келетін сұрақтарды тапсырып, деңгейлеріңізді анықтап отыратын боламыз. Одан кейін бізде зачетқа
жаңағы берілетін 7 минут беріледі. 7 минутта сіздер зачетты тапсырасыздар, яғни көп отырмайсыздар. Мысалы 1 сағат, 2 сағат деген сияқты арнайы бір уақыт беріледі. Сол уақытта сіздерге 15 сұрақ қойылады, 15 теориялық сұрақ. Айдан еш нәрсе алмаймыз, нақты зачет файлы беріледі, сол бойынша зачетті аламыз, соны тапсырасыздар. Яғни общий 15 сұрақ қойылады, 15 сұрақтың үшеуіне жауап бере алмайтын болсаңыздар, пересдача болады. Яғни қайтадан зачет тапсырасыз деген сөз. Одан кейін бізде ата-анамен баланс деген болады, аптасына 1 рет, яғни сіздердің деңгейлеріңіз ата-аналарыңызға жетіп отыратын болады. Одан кейін жалпы курс бізде 5 айға созылады. 2 ай биорганика, 2 ай органика, 1 ай тереңдетілген химия. Егер курстың 5 айын айлық төлеммен оқитын болсаңыздар, плюс 1 айда біз тегін форматта сіздерге беретін боламыз сыйлыққа. Бірақ сен 5 ай оқыдың, все, жоқ 6 ай енді оқисың, все, сен маған керек емессің деп ешкім тастап кетпейді. Сіздер ұбт соңына дейін бізбен бірге боласыздар, группаларда боласыздар. Белгілі бір нұсқа талдау интенсивтер болып жататын болса, оның барлығына сіздер тегін доступ аласыздар. Сіздерден ешқандай мысалы бір курсты алдың, болды, келесіне оплата жасайсың деген тема жоқ. Айлық төлемді таңдайтын болсаңыздар, яғни 6 айдан кейін болатын, мысалы қаңтар ұбт кезінде мен міндетті түрде интенсив курстар жасаймын. Оның барлығы сіздерге тегін форматта беріліп отырады. Мысалы жылдың ортасында кітапша шығатын болса, оның барлығы тегін форматта беріледі. Яғни курстың басқа сіздерге болатын заттардың барлығына тегін форматта беріліп отыратын болады. Сосын ұбт соңында мысалы көп курстар ұбт соңында тастап кетеді, мысалы слив талдау өткізбейді деген сияқты. Бізде ондай емес, сливтардың барлығы беріліп отырады. ұбт-да қандай сұрақтар келіп жатыр, яғни нағыз ұбт кезінде. Мысалы биылғы ұбт-да көбірек слив келді енді. Біз оқушылардың барлығына сливтардың барлығын бердік. Соның арқасында мүмкін оқушылар жоғары балл жинады. Тастап кету деген жоқ. 5 айлық курсы оқыды, оқушылар соңына дейін барды, ризашылығын білдіріп кетті деген сияқты. Солай жалпылама сіздерде соңына дейін жеткізетін боламыз. Сосын қаңтар ұбт-да мысалы наша балл жинадың, аз балл жинасаң, мысалы көңіл бөлінбей қалу деген тема жоқ. Толыққанды көңіл бөлетін боламыз, ұбт соңына дейін бірге апарамыз. Вот, жалпы курс форматы осылай. Танысып шыққандарыңыз үшін рахмет. Біздің курсты таңдайтын болсаңыздар да көп рахмет. Курс жүйесі осы. Егер де нәтижелер қызық болатын болса, Инстаграмға біз тек қана нәтижелер саламыз, ал TikTokқа біз менің курсты жалпы сабақтарды түсіндіру барысымды салатын боламыз. Сондықтан егер де сіздерге нәтижелер керек болатын болса, Инстаграмнан көре аласыздар. Биыл енді нәтижелер өте жақсы болды. Актуалкада да тұр, посттарда да нәтижелер тұр. Сау болыңыздар.